Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге манту деген не деген сұраққа жауап бермекшімін. Манту ол екпе емес, ол 2 жастан асқан балаларға жыл сайын жасалынатын сынама. Үлкендерде, яғни 15 жастан асқан адамдарда жыл сайын флюорография өтетін болса, ал кішкентай балаларда манту сынамасы жүргізіледі. Манту сынамасын салудың мақсаты туберкулезді ерте анықтау үшін жасалынады. Яғни туберкулездің белгілері әлі байқалмай тұрғанда манту сынамасы ағзадағы туберкулез инфекциясының бар немесе жоқ екенін анықтап береді. Және манту сынамасын салғаннан кейін балада ешқандай қызудың көтерілуі, жөтел, мұрыннан су ағу, тамақтың қызаруы деген сияқты симптомдар болмайды. Өйткені бұл сынама. Яғни өте аз мөлшерде білектің ішкі жағына тері ішілік жасалынады. Және нәтижесі 72 сағаттан кейін бағаланады. Оны тек медициналық білімі бар қызметкер ғана бағалайды. Және манту салынған жерді тырнамаған абзал. Бірақ баланы суға түсіре беруге, су тигізуге болады. Егер нәтижесін бақылаған кезде оң және де гиперергиялық нәтиже беретін болса, онда фтизиатр маманына жолдама қажет. Яғни фтизиатр АТР, яғни диаскин тест сынамасын екінші білекке жасау арқылы бағалайды. Осы сынамаларды жасау арқылы туберкулез ауруын ерте анықтап, ерте алдын алуға болады. Ал сіз балаңызға манту сынамасын жасатасыз ба? Жауабын комментария бөліміне жаза кетіңіз.